квадрат метрден қалатын пайда 175 деген, күні жоқ дегенде 300 мен 400 квадратқа дейін сатуға болады. Бұл ең азы, әрине ары қарай нарықта жұмыс істеп, жақсы клиенттер тауып, табысыңызды бірге өсіруге болады. 100 квадратты бізде жаңа мастер монтажник балдар бір күнге жеткізбейтін шығар. Ресей компаниясы негізгі конкурентіміз. Олар қанша жыл болды нарықта? Олар нарыққа кіргеніне 10 жыл болған шығар. Енді олар ұстап отқан бағаны сіздер ұстай аласыздар ма? Ұстай аламыз. Или одан төмен сата аласыздар ма? Одан төменде жалпы ұсынып жүрміз. Сол қалалардың бәрі осы тұстан алып отыр ма? Иә, осы тұстан алды. Так, түсінікті болды. Бұдан ночной потолок саласында, осы түспен ғана ақша табуға болды қазір біздің нарықта. Қара түстен біраз бар, бірақ көп емес. Көтерейік. Осы ночной потолок саласын толыққанды алам десеңіз, бүгінгі видео сізге арналған. Толыққанды көріп шығыңыздар. Қайырлы күн достар, есімім Ұлан Құрманғалиев. Бұл сала таңдау каналы. Құрметті достар, өз қалаңызда ночной потолокқа дилер болам десеңіз, болмаса поставщик болам десеңіз, болмаса өз қалаңызда дүкен ашып, цех ашып, табыс табам десеңіз, бүгінгі видеоның соңына дейін көріңіздер. Квадрат метрден қалатын пайда 175 деген, күні жоқ дегенде 300 мен 400 квадратқа дейін сатуға болады. Бұл ең азы, әрине ары қарай нарықта жұмыс істеп, жақсы клиенттер тауып, табысыңызды бірге өсіруге болады. Одай ночной потолок саласына неге кіру керек және неге бастау керек? Себебі біздің кез келген үйдің ішінде неге гипсокартоннан болмаса ночной потолоктан төбеміз жасаймыз. Одан басқа конкурент жоқ. Гипсокартонның өзі бағасы қымбат, ночной потолок қарағанда 3-4 есе қымбат. Ал ночной потолок саласы қазір кез келген төбенің бәрін есептесек 80% деп айтсақ болады шығар, мүмкін 70% осы ночной потолокпен жасалады. Енді яғни конкурент жоқ салалардың бірі десек болады. Конкурент көп, қай жерінде оның монтаж саласында өте конкуренттер көп. Өйткені монтаж жасайтындар, установка жасайтындар, орнататындардың саны көп. Олардың саны көбейген сайын цехтардың табысы өсе береді. Өйткені олар монтаж жасайды, цех соларға дайын өнімдер шығарып, кесіп, дайындап береді деп айтсақ болады. Қазақстандағы ең төмен бағада сататын және де Қытаймен тікелей заводтармен жұмыс істеп жатқан Толер компаниясымен таныстырамыз. Осы компаниямен бірігіп өз қалаңызда цех, магазин, дүкен ашам десеңіз, болмаса осы ночной потолок саласын толыққанды алам десеңіз, бүгінгі видео сізге арналған. Толыққанды көріп шығыңыздар. Бүгінгі кейіпкерімізден таныссақ, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Есіміңіз? Толқынханұлы Ерсін. Компанияның аты сіздің атыңызға арнап жасалған. Иә, Толер компаниясы. Ночной потолок саласына қашан кірдіңіздер? Бір жыл болды. Поставщик болып бір жыл болды ма? Поставщик болып бір жыл болды, иә. Яғни заводтардан официально өздеріңізге не алып бердіңіздер? Прямой товарлар келеміз, иә. Неге ночной потолок саласы? Өйткені бұл жерде біріншіден ночной потолок жаңа өзіңіз айтқандай конкуренттері аз. Қазір ночнойдың орнын әлі ешқандай басқа ештеңе басқан жоқ, тек гипсокартон бар, бірақ оның бағасы ночнойдың әлдеқайда қымбат және де жұмыс ақысы да қымбат болып саналады. Жұмысы да қиын ғой былай. Иә. Оны келіп ночной сияқты бүйтіп орнатып кетпейсіз. Мысалы 100 квадрат ночной потолокты қанша уақытта орнатады? 100 квадратты бізде жаңа мастер монтажник балдар бір күнге жеткізбейтін шығар. Сіздер негізі орнатумен айналыспайсыздар, тек орнатумен айналысамыз. сол орнататындарға өнім сатумен айналысасыздар. Өнім сатамыз, иә. Дұрыс па? Күніне қанша квадрат сатасыздар? Күніне қазір енді бұл цехтың ашылғанына көп болған жоқ. Күніне 300-500 квадраттай сатамыз. Түсінікті. Ал сіздер негізі поставщик болып жүргендеріңізге бір жыл болды, қосымша табыс табу үшін цех аштыңыздар. Цех аштық, иә. Аха. Яғни біздің бүгінгі көрермендеріміз өз қалаларынан цех аша алады ғой сіздер арқылы? Әрине аша алады. Қанша заводпен тікелей жұмыс істеп отырсыздар? Қазір 2 заводпен тікелей жұмыс жасаймыз. Қытайдағы. Қазақстандағы ең төмен баға деп айта аласыздар ма? Ең төмен бағамен ұсына аламыз. Ұсына аласыздар? Әрине. Негізгі конкуренттеріңіз кім? Атын атай аласыздар ма или нациясын ба, ұлтын атай аласыздар ма? Жалпы енді орыстар ма? Ресей компаниясы негізгі конкурентіміз. Олар қанша жыл болды нарықта? Олар нарыққа кіргеніне 10 жыл болған шығар. Енді олар ұстап отқан бағаны сіздер ұстай аласыздар ма? Ұстай аламыз. Или одан төмен сата аласыздар ма? Одан төменде жалпы ұсынып жүрміз. Яғни конкурентсіздер ғой соларға қазір? Соларға конкурентпіз. 10 жыл жүрген нарықтағы мысалы бір компанияға конкурент болудың қалай конкурент боласыздар? Немен? Или сол завод алып алғандарыңыз ба? Олардан да төмен сататын бұл қалай бұл деңгейге жетіп отырсыздар? Бізде жалпы жаңа грузоперевозка дейді. Сол кәсіппен тоже айланысамыз. Қытайда складтарымыз бар және сол заводпен тікелей байланыстамыз. Үздіксіз сол заводтағы адамдармен байланыста отырамыз. Сондықтан да артықшылықтарыңыз осы да. Артықшылығымыз осы да, баға жөнінде. Қазір енді Қазақстан бойынша 80% үй деп айтсақ болады да, жеке үйлер.
ночной потолок деп айта аламыз да? айта аламыз. Алматыда қанша не бар? Монтажник бар. Нарығында жалпы. Алматыда монтажниктердің санын нақты айту қиын шығар. 2000 бар бірақ. 2000 бар деп ойлаймын. Енді құрметті достар, біз Рестрой компаниясын білетін шығарсыздар. Бізде баяғыда ночной потолокпен айналыстық. 22 бригада бізде жұмыс істеді. Біздің ютубта да видеомыз бар. Болмаса Рестрой деп просто гуглға жазсаңыздар, тугиске жазыңыздар, яндекске жазыңыздар, инстаграмға жазыңыздар, қайда жазсаңыздар да біздің компания шығады. Біз бұрында Сайна Шарапинада болғанбыз. Сондықтан ночной потолок саласына мен болғам, кіргенбіз. Біз кіру себебімізді айтып кетейін, өйткені бұл салаға кірген кезде елдің бәрі конкурент көп деді. Ал енді конкурент көп жерде өздеріңіз де білесіздер, сұраныс үлкен. Ал ол жерде конкурент көп салада, ол сұраныс үлкен деген сөз. Яғни кейде адамдар қорқады, конкурент көп, кірмей ақ қояйық дейді. Ал конкурент көп жерде клиент көп, сұраныс көп, ол жерде ақша көп деген сөзді. Біз сол себепті кірдік, 1,5 жылдай жұмыс істедік. Сол Рестроймен даже одан көп жұмыс істеген шығармыз. Одан кейін былай шыққан кезде компанияны просто кішігірім таратып жібердік десек болады, өйткені андай неге түсіп кеттік. Бизнестің саны көбейіп кетті да. Енді бұйыртса оны да сатайын деп отырмыз. Былай шыққан кезде істедік, тәжірибе алмастық, ақша таптық, пайда таптық. Бригаданың санын білмеймін 24-ке ма 22-ге көбейткенбіз. Сондықтан осы салада опыт бар. Ночной саласының нарығында білеміз. Бір 2000-ға жуық бригада болу керек, одан көп шығар. Өйткені біз ашыласақ, біздің өзіміз 22 бригада жинағанбыз. Ал енді осынша бригадасы бар адамдар білмеймін мен. Алматыдан маңғарған шығар. Сол кезде сіздер сияқты цехтармен жұмыс істедік. Цехтарға біздің өзі күніне білмеймін. Біздің компания ғана бір 200-300 квадрат жіберіп отырдық. Енді квадратынан қанша пайда табады цех ашқан адамдар? Жалпы қазір Алматы бағасын әрбір региондарда әртүрлі баға болады. Конкуренттерге байланысты және материалдардың алыс региондарға жетуінің жаңағы өзінің доставкасына қосылатын бағалар бар деген сияқты. Қазір Алматыдағы баға квадрат метріне ең төмен баға 500 теңге, 520 теңге. Өз таза қалатын пайда? Таза қалатын пайда, цехтың пайдасы 175 теңге. Әрине ол тек қана Алматы қаласында, ал басқа қалаларда маржа жақсырақ. Кейбір қалаларда 700 теңге, 650 теңгеден сатылады. Таза 50% пайда ма? 50% пайда болады. Яғни 300-350 теңге квадраттан пайда көріп отқан қалалар бар. Бар, иә. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, мына Тараз қаласында баға жағы ойналмалы деп. Ол Таразда ғана ма не? Бүткіл Қазақстанда сондай ма? Ол Таразда және Ақтөбе қаласында біраз бағадан конкурент не бар? Төмен ұстайды бағаны. Ал қалған Шымкентте ше? Шымкент жақта бағаны жақсы ұстайды. Атырауда ше? Атырау, Ақтауда 500 теңгені ұстайды. Қарағанды? Қарағанды 650 теңге сондай түседі. Қарағандыда пайда жоқ десеңші? Иә. Петропавлдың нарығын зерттемедіңіздер ме? Петропавлдың нарығын дұрыстап зерттемедік. Ол жақта қымбат шығар ол жақта да. Иә. Цехтың күндік пайдасы қанша? Цехтың күндік пайдасы орта есеппен 40 мың теңгедей болады, таза пайдасы. Ал магазиннің? Магазиннен әртүрлі бір 20 мың сондай пайда болады. Так, біз бүгін көрсететін затымыз, сіздер магазинде де өздеріңіз оптым бағада поставщиксіздер, және де ночной потолокта, дұрыс па? Иә. Біз енді қазір ночной потолокқа ең бірінші кірейік, одан кейін магазинге қосымша келеміз. Енді бүгінгі Толлер компаниясымыздың серіктес болам деген адамдарға не ұсынады бұл компания? Нарықтағы ең төмен бағадан ночной потолоктарды ұсынады, яғни Қытай зауыттарынан тікелей алып отыр, сіздерге ұсынады. Өз қалаларыңызда дүкен ашсаңыздар болды, цех ашсаңыздар болды, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Ал егер қосымша монтажниктерді алып жұмыс етемін десеңіздер, жалпы ночной потолок саласын үйретіп, көрсетіп, дүкен ашып, цех ашу бәрін түсіндіріп беруге дайын. Видео соңына дейін көріңіздер. Так, бұл цехтың іші ме әлде? Бұл цехтың іші. Дүкеннің іші ме? Цех. Неге бәрі бір түс? Цветной материалдарды қазір сұраныс жоқ, сондықтан егер цветной материалдарды әкелгенмен де немесе цехтар алғанмен де оны көп уақыт тұрып қалатындықтан ақшаны ұстап қалады. Яғни осы однотонный түсқан түсе ме? Однотонный, матовый, глянцевый және сатин. Төртеу ғана өтеді? Үшеу өтеді. Иә. Основном матовый өтеді. 70% матовый, глянц пен сатин 30% кетеді. Сары, қара, көк түстерге заказ жоқ па? Сары, қара, көк түстерге заказ жоқ деп айтуға болады. Жоқ, біз әкелмедік және оған поставщик ретінде маған одан да сұраныс жоқ. Түсінікті болды. Яғни Қытайдан алдырып жатқандар да жоқ десеңші оны? Дұрыс, иә, қазір. Яғни осы түс, глянцевый түс дедіңіз ба? Матовый. Матовый. Осы ғана просто. Цех ашса тек осы ғана сатып береді, осы ғана сатумен айналысады. Жалпы матовыйды 70% матовый алса болады. Қазақстан бойынша деп айта аласыз ба? Қазақстан бойынша деп айта аламын. Жалпы Қазақстан бойынша қай қалаларға қазір жіберіп отырсыздар цехтарға? Жалпы ең алыс қала енді Ақтау қаласы, одан кейін Ақтөбе, Орал қаласы, Қызылорда, Тараз, Шымкент. Сол қалалардың бәрі осы тұстан алып отыр ма? Иә, осы тұстан. Так, түсінікті болды. Содан ночной потолок саласында, в общем, осы түспен ғана ақша табуға болды қазір біздің нарықта.
Қара түстен біраз бар, бірақ көп емес. Өте редко. Бұл жерде материалдарды рулонмен ұстайсыздар, размер бойынша кесесіздер, процесс қалай болады? Одан кейін не істейсіздер? Процесс осы материалдарды, рулондарды ашып, размер бойынша кесеміз. Одан кейін мына жақта не бар, станок бар, сол станокта отыратын адамға апарып береді, ол ары қарай жұмысын істейді. Так, бір минут кесілгеннен кейін бұның жан-жағына нелер қоясыздар ғой? Гарпундарын, да? Гарпунмен. Оны үлкен станокпен жасайсыздар ма, кішкентай ма? Өте үлкен де емес. Так, құрметті достар, жаңағы ночной потолоктың негізгі станогы біздің түсінігіміз бойынша мынау болып тұр ғой да? ТВЧ станок деп аталады. Қалай? ТВЧ станок деп аталады. Бұл себе стоимосты Қазақстанда негізі әртүрлі 2 миллионнан, егер мүмкін табылуы мүмкін 1.900.000 шамасында, бірақ 2 миллионнан басталады да 3,5-4 миллионға дейін келеді бағалары. Түсінікті, бұл 300-400 квадратты күнделікті осымен жасап отырсыздар ма, осы бір станокпен? Бір станокпен жасайды. Жоқ, бұл бір станокпен негізінде бір 800.000 квадратқа дейін істеуге болады. Күніне ма? Бір адам. Бір адам. Иә, 800 квадратқа дейін істеуге болады. Мамандарыңыз мына жігіт та? Маманымыз осы. Ассалаумағалейкум. Жасың қаншада? 18-де. Есімің? Мұхаммедәлі. Осы станок өзің үйрендің бе, біреу үйретті ме? Өзің үйрендің бе? Қанша уақытта үйрендің? Енді әр қалай ғой негізі үйренемін дейтін адамға. Мен өзім осы бір аптада үйреніп бір аптада? Бір аптада кез келген адам үйрене ала ма? Егер ниеті болса, үйренемін дейтін адам болса, үйрене алады. Жұмысы сондай бір ауыр деп айта аласың ба? Белің ауырып? Жоқ, ауыр. Күнде қанша квадратқа дейін істей аласың? Осы сияқты күнде бір 300 квадрат істей аламын. Өзіңнің рекордың жоқ па, үлкенін болып істеген? Олай Әлі істеп көрмедің бе? Қанша сағат істейсің 300 квадрат? 300 квадрат енді әр қалай? 4 сағат, 5 сағат, 6 сағат? Жоқ, олай емес, одан 6 сағат жобасына асады ғой. 6 сағатта 300 квадрат жасап шығарасың. Жалғыз өзің. Жалғыз өзім. Так, 2 фаска, 3 фаска? Бұл 2 фаска, қазір бір жағымен ғана жұмыс жасап отырмыз. Егер керек болған жағдайда екінші жағында қосамыз. Тағы да жалпы алда жоспарларымыз бар, тағы да бір станок әкеліп қоссақ па деген жерге. Так, мына материалға мынаны тігіп шығасыздар ғой түсінігім бойынша, айналасына. Бұл гарпун деп аталады, иә. Айналасы толық тігіп шығасыздар. Мынау өзінің арнайы крепление емес, сосын төбеге ілінеді. Төбеге ілінеді. Багеттер арқылы. Багеттер арқылы. Так, мынаны да сатасыздар ма, мынаны да поставщиксіздер? Бұны да сатамыз, бұны да поставщикпіз. Багеттерді ше? Багеттерді де сатамыз. Жалпы ночной потолкасына қатысты дүниенің бәрі бар деп айта аласыз ба? Барлығы бар. Бәрінен баға қосып, оптым бағада өз қалаларында вроде-су бағада сата алады. Иә. Өздеріңіз осы жерде сатып отырсыздар. Осында сатамыз. Так, ночной потолокты түсіндік. Енді мен мынандай кішкентай станок болады деп ойламадым, бірақ мына станоктың өзі күні 8 квадрат істейді екен, сондықтан мына станоктың өзімен біраз дүние қатыруға болады. Нарықтағы бағасы 1.900.000-дан 2 миллионның арасында. Одан жоғары. Одан да жоғары кетеді. Негізгі основной жұмысы осы дейді, ары қарай материал аласыздар. Осы жалпы онда цехқа бір 2 адам жетеді екен ғой, 2-3 адам болса. 2-3 адам жетеді, бірақ жұмыстың объемына байланысты, егер жұмыс көбейетін болса, жаңа материалды қиятын адамның өзі 2 адам қияды. 2 станок отырады. 3 станок отырады кейбір цехтарда. Объем үлкейгенде ол болашақта. Күніне былай 400-500 квадратқа жетеді ғой, бір станок жетеді. Бір станок 2 адам жетеді. Жұмыс өте ауыр емес, жалпы процесс цех деген производство демек, цехтың түрі қысқаша айтқан кезде осындай ғой. Жалпы қанша квадрат керек? Цехты ашып бастауға ма? Енді бұл жерде рулондарға байланысты 1,5 метрден бастап, матовыйды алып айтсақ, 1,5 метрден бастап 5 метрге дейін 5080 квадрат болады. Жоқ, помещение қанша квадрат керек? Помещение 100-150 квадрат болса жете ме? Орын маңызды ма? Орында мүмкіндігінше жаңағы новостройлар болып жатқан жақтарға қарай болса, сол қолайлы болады. Монтажниктер үшін де қолайлы, сол цех монтажниктерге жақын болатын болса, жұмыс жасап жатқан жеріне. Олар алысқа бармайды, тек қана сол жерден барып, Алматы үшін алып айтқанда, сол жерден барып алып кете салады. Так, түсінікті болды. Қазір енді жалпы дүкеннің заттарымен танысақ, ночной потолокта тек қана осы төбелер емес, қосымша оның гарпуны бар, багеті бар, светтері бар, соның барлығын сатып ақша табуға болады. Так, құрметті достар, енді ночнойды көрдік төбелерді. Енді соған керекті шик заттар дедік қой, жаңағы багеттер дедік. Бұл ең маңызды дүниелердің бірі деп айта аламыз, ночнойда багеттер. Бұны да сіздер өздеріңіз заводтан әкеліп отырсыздар. Иә. Тоже баға. Баға. Қазақстан бойынша төменгі бағада бере аламыз деп айтамыз. Одан кейін жаңағы мыналар ше, мынаның бәрі қосымшалар, бұлар қосымша материалдар көп жерде әр үйгендерде өздерін. Бұлар жоқ, бұлар табылмайды, бұларды тоже әкеліп бере аламыз. Яғни цех ашқан адамға, дүкен ашқан адамға осының бәрін қосымша қосалып бере аласыздар. Қосып бере аламыз, иә. Так, мыналар дейін, мына жерде де тұр мысалы, светтер, споттар, оның бәрі сатасыздар ма сонда? Бұл платформалар,
және вент решетка дейді, обод трубы, солардың барлығын егер цех ашам дейтін адамға комплектісімен береміз. Аха. Жаңа светтің де түрлерін көрсеттіңіздер ғой өздеріңіз. Иә, Базарда 1100 тұрады, сіздерде? Біз жалпы 650 теңгеден, как автовик ретінде 650 теңгеден сатамыз, сол бағада предлагать етіп қосқанбыз. Яғни баға жағынан бәрі сіздер қолжетімді, кәдімгі цех ашқаннан кейін өз қаласында бір конкуренттердің бірі болады ғой, өз қаласындағы дүкендерге, цехтарға. Мысалы, осы спот туралы айтайын. Спотты біз қазір комплекті 650 теңгеден сатып отырмыз, бірақ барахолканың өзінде бұны комплекті оптым аламын десе 750 теңгеден 800 теңгеден предлагать. Көрсетіп аласыз ба неге? Оны өздеріңіз барып тексердіңіздер ме? Иә, оны өзім барып тексердім, және мен өзім оларға тоже ұсындым. Автовик ретінде менен алсаңыздар деп, GX53 деп аталады бұл. Осыны. Основном қазір өтетін осы GX53. Сосын тағы да бір нелер бар, оларды тоже кіргізіп жатырмыз Алла қаласа. Бұл жаңа ночной потокты бүйтіп қатарынан тұратын светтер ғой? Светтер иә, көрсетесіздер. Осылай. Так, түсінікті болды. Жалпы цех ашам деген адамдарға арналған енді қандай ұсыныс дегенге жауап беріп кетсек, енді қанша ақша кетеді және де не бересіздер? Жалпы қанша ақшамен кірген дұрыс цехқа? Цехқа жалпы бір 5 миллионның жобасында сонымен кіру керек. Бұл ең жоқ дегендегі сума ма? Ең төмен дегендегі бастап кетуге болатын қаражат. Аха, не кіреді ол 5 миллионға? 5 миллионға бұл жерде жаңағы матовый материалдарды қостық, 70% сол матовый өтетіндіктен. Матовыйдан ширинасы жаңағы 1,50-ден бастап 5 метрге дейінгі общий 5080 квадрат болады. Сол 5080 квадрат кіреді. Сосын жаңағы багет, 3 километр багет. Сосын жаңағы гарпунды айттық. 3000 метр дедіңіз. 3000 метр. 3000 метр гарпун, 3000 метр багет. Сосын жаңағы спот. Жаңағы споттан комплектісі 400 комплекті. Қара және ақ түсті. Платформа? Платформалар, олар бір-бір коробкадан кейбірінде 100-ден, кейбірінде 200-ден болады. Сосын мына жаңағы кольцалар. Мына кольцалардан бұлар 20-лық, 15-ден басталады. Бұлар не үшін кольцалар? Бұл кольцалар жаңағы споттардың астына қойылады. Мысалы мынаған подспотникке болған 85 кольца келеді. 85 кольца кетіп, арғай монтажниктер өздері жұмыстарын жасайды потолокқа. Осы кольцадан жалпы біз 4000 штук жаңа ненің ішіне кіреді. 4000 штук па? 4000 штук. Каждыйынан 100-ден болады. Ары қарай? Ары қарай мына клей бар, корейский клей. Тоже біз өзіміз тоже оптом әкелеміз. Бұл енді қазіргі рыноктағы сатып отырған бағасы 1350 теңгеден сатылады бұл. Бұны біз оптом ретінде, оптом жаңағы 950-960 теңгеден оптом поставщик ретінде сол бағада ұсынамыз. Так, магазиннің заттары да беріледі ғой сонда? Магазин заттары. Цехтың заты, магазин заты. Станок берді ма? Станогы беріледі. Жаңа сіз айтқан. 1 миллион 900-2 миллион станок. Станокты үйретесіздер ма? Станокты егер өзінің командасымен келіп үйренеміз десе, онда жаңағы раскройщик материалды қалай кесу, станокта қалай отыру, материалды қалай тігу, соның барлығын үйретеміз. Қысқаша айтқан кезде бұл кісілер поставщик болып тұрда Қытайдың заводтарымен тікелей жұмыс істеп тұрған. Негізгі ұсыныстары жалпы ночной поток саласына кіріп, цех ашып, дүкен ашам деген адамдарға цех дүкенді ашуға көмектеседі. Қосымша сіздерге жалпы осы салада бизнес жасауды сыйлық ретінде үйрете аласыздар ғой. Және де ең төменгі бағада Қазақстан бойынша сата аласыздар, және де конкуренттеріңіз қандай бағада түсіреді, сол бағада конкурент болып рынокта жүре аласыздар. Жүре аламыз. Яғни одан төмен баға таба алмайды деп айтсақ бола ма? Одан төмен баға таба алмайды деген мүмкін Ресей компаниялары ұсынуы мүмкін, бірақ бізде барынша одан төмен баға ұсынуға тырысамыз. Яғни ұсынып жүрміз. В общем, нарық қалай дейді, солай жүре аласыздар. Солай жүре аламыз, иә. Ертең баға түсіп кетіп, құлақ қалмаймын дейсіздер ғой? Жоқ, құлақ қалмаймыз, Алла қаласа. Так, құрметті достар, қысқаша айтқан кезде цех ашам деген адамдар болса, дүкен ашам деген адамдар болса, болмаса жалпы осы ночной поток саласына толыққанды кірем деген адамдар болса, бұл кісілерден товар алсаңыздар, қалған бәрін көрсетіп үйретіп беруге дайын. Бұл товарлар сіздерге және де 4,5-5 миллион деп тұр ғой, беріп жатқан баға 5 миллион теңге. Бұл 5 миллион ішінде бірде-бір тиын артық андай үйреткенім үшін деп есептелген баға жоқ. Барлығы тек материал, шикізат, товарға кірінеді. Яғни өз оптым бағада себестоимостьта қайтадан рынокқа апарып сататын бағада сіздерге береді. Яғни ақшаларыңызды қайтарып алу жолында оңай деп айтсақ болды бұлай, егер айтқанды бірге бір істеп сатса. Егер әрине жұмыс жасаған адамға бұдан жақсы табыс көзін табуға болады. Басын бастағанда уже заттарды сіздерден алған заттарды сатса қанша ақша табылады примерно? Енді цехтар бізден, мен поставщик ретінде айтатын болсам, цехтар ары қарай 40%-ке жұмыс жасайды. Пайда табады. 40-30%. 2 миллионның станогы бар.
Оларға кейбір мысалы спотты басқа заттарда жаңағы бағасын төмен түсірумен сол арқылы клиенттерін тартады. Жаңа өздері бригада ұстап, монтажниктер ұстап, өздері замерщиктерді деген сияқты соларды орналастырып ары қарай табыстауға. Негізі монтажниктерді қайдан тапса болады деген сұрақ енді. Монтажниктер әр қалада енді жетеді. OLX-тің өзінде қаптап тұр ғой. Иә. Соларға тікелей ұсыныс жасайды. Бізбен жұмыс істесең, біз саған белгілі бір затты сыйлыққа беріп отырамыз деген сияқты ма? Әрине. Ол жағын көрсетіп үйретесіздер ма? Үйретеміз. Енді монтажниктер деген олар осы салада ақша тауып жүрген адамдар. Ол ақша тауып жүрген адамдардың 100% бәрінде реклама бар. OLX-қа кіріп ночной потолок десеңіз, қанша монтажник сіздің қалаңызда шығады, соның бәріне жеке-жеке ұсыныс жасап, соларды өзіңіздің цехқа тартуға болады, белгілі бір затты сыйлыққа беру арқылы. Әрине. Дұрыс па? Яғни олардың саудасы қаншалықты жүрсе, сіздікі соншалықты жүреді. Және тағы да бір ескеретін нәрсе, жаз кездерінде, әсіресе сезон кездерінде монтажниктер мысалы көп цехтарға барады, бірақ олар солардың айтқан күндерінде заказды орындай алмайды. Өйткені оларда заказ көп болғандықтан кейін 2 күнге, 3 күнге қалдырып отыратын жағдайлар болады да. Сондықтан сол уақыттарда кірген дұрыс дейсіз. Қазір сезон басталып кетті. Қазір сезон басталды. Қашанға дейін барады ол? Декабрьге дейін барады ғой. Негізі бұл сала бір қатты сезонға қарай ма, қарамай ма? Ішкі ремонт қой енді. Енді былтырғы жылды айтсақ, ешқандай барлық қалаларда қысы бойы мен поставщик ретінде барлық цехтар менің клиенттерім қысы бойы тоқтаған жоқ, заказдары үнемі заявка беріп отыр. Серіктестеріңіз сіздің брендіңізбен аша ма? Жоқ, оған бір қойылатын талап жоқ. Біздің брендпен ашам десе аша берсін, өздері өз брендтермен аша берсін. Ал енді мына жерде енді тағы да бір қосымша бір сұрақ кете салайық енді. Ночной потолок саласын көріп тұрмыз енді. Квадраттан пайда табуға болады, магазиннен пайда табуға болады, цехтан пайда табуға болады. Енді установка жасап та ақша табуға болады ғой енді. Әрине. Бұл жерде квадрат тұрғанша болып тұр. Бұл жерде қазір мысалы біз, например, квадрат метрін 500 теңгеден 550 теңгеден сатсақ, оның қасына багеті кіреді, сосын жаңағы шуруп, сосын шегелері бар, кольчасы бар. Общий бір квадрат метр бір 800 теңге, 900 теңгеге бар десек, ары қарай монтажниктер біздің Алматыда минимум 1600 теңгеден бастап квадрат метрін 1800-2000 теңге соған дейін монтаж жасайды. Ал енді бұл жерде тағы да бір ескеретін нәрсе, қазіргі парящий, световой, сосын жаңағы теневой дегендер бар да, сосын магнитный трек дегендер бар. Олардың бағалары енді басқа. Олардан маржасы өте жақсы қалады. Сондықтан егер олармен де жұмыс жасап, жақсы табыс табуға болады. Орташа есеппен 800 теңгеден жоғары табуға болады, дұрыс па? Квадратынан. Әрине. Так. Ол енді 100 квадраттан 80 мың теңге деп айта аламыз да. Так, ол монтаж жасау жағынша, егер үйренем десеңші. Егер монтаж жасау жағын үйренем десе, біз монтажниктерге жаңағы қазіргі трендте болып жатқан жаңағы парящий, световой, оны кейбіреулер көп жерде көп адамдар білмей, анадан қарап, мынадан қарап қиналып жатады да. Егер соны үйренем дейтіндер болса, оны да үйретіп, және өзіне керекті инструменттерді толығымен қамтамасыз етеді. Жалпы цех ашатындарға да үйрете аласыздар, монтажға келем дегендерге де үйретуге болады. Оған да үйретуге болады, иә. Баға жағын айта аласыз ба? Баға жағын монтажниктерге 350 мың теңге деп, соның ішінде материалдармен кіргізіп бере аламыз. Инструменттермен. Так, түсінікті болды. Енді құрметті достар, жалпы 3 саламен таныстырдық деп айтсақ болады да. Цех, дүкен және де монтаж саласы. Жалпы ночной саласына не керек бар, соның бәрін бүгінгі видеодан көріп шықтыңыздар. Егер осы сала сізге қызық болса, өз қалаңызда цех ашам десеңіз, дүкен ашам десеңіз, бригада жинап осындай пайда табам десеңіздер, сезоны басталған кәсіпке кірем десеңіздер, мына номерге хабарлассаңыздар болады. Сұхбат бергеніңізге рахмет. Айтып қосарыңыз бар ма? Жоқ, болды, рахмет. Видеоны ұнаса лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, достарыңыз, туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.